Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 8-ші сынып 7-ші бөлім жасөспірім және заң. Сабағымыздың тақырыбы жасөспірімдік кезеңнің ерекшеліктері. Оқу мақсаты жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Сабақ соңында күтілетін нәтиже жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолданады. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын жасөспірімдік шақ туралы мәліметтер беріп алайық. Адам өміріндегі ең маңызды есте қалатын кезеңнің бірі жасөспірімдік шақ, яғни 11-20 жас аралығы. Мінезі де, сабағы да қиындап, қоршаған ортамен жанжалдасатын, сіркесі су көтермейтін уақыт, әсіресе 7, 8, 9 сыныптарда оқитын оқушыларға тән көрініс. Жасөспірімдер өздерінің енді бала емес екенін, алайда ересекке де жатпайтынын түсінеді. Ересектерге еліктеп, солардың қылығын қайталайды. Кейбірі зиянды әрекеттерге әуес болады. Үлкендердің ақыл айтқанын жақтырмайды, өйткені өздерін ақылды сезінеді. Ата-аналарының айтқан ескертулеріне, мұғалімдерінің кеңестеріне қарсыласып өре түрегеледі. Бойларда өсе бастайды. Әсіресе қыздар тез жетілгендей болады. Аласа бойлы сыныптастарын менсінбейді, жоғары сынып жаққа ұрлана қарау көбейеді. Кейбіреулердің түрлері де өзгеріп кетеді, ал сыртқы келбет жасөспірімдер үшін бірінші орында. Сол себепті өзінің түріне көңілі толатын жасөспірімдер кемде кем. Осы кезеңде жасөспірімдер мен кіммін деген сұрақты өзіне жиі қояды. Шынымен де олар кім? Бақытымызға орай жасөспірімдік шақ өтпелі кезең. Оның ата-анасы, ата-әжелері де дәл осы кезеңнен өткен. Сондықтан әрбір жеткіншек өзіне түсініксіз қалыптың уақытша екенін есіне ұстағаны жөн. Жасөспірімдер басындағы проблемаларға қарамастан сабақ оқу, үй шаруашылығына көмектесу, үлкендерді сыйлау, кішілерге қамқор болу сияқты міндеттерді орындауға тиіс. Бір жағынан осы міндеттер оларды өз проблемаларын алаңдатып, көңілін басқа жаққа аударады. Қазір жасөспірімдерге арналған әдебиеттер дүкендерде де, ғаламтор жүйесінде де көп-ақ. Кейбір жасөспірім өзі танумен айналысса, өз проблемаларын жеңілдетіп қана қоймай, болашағының бақытында анықтай алады. Жасөспірімдерге сәттілік тілейміз. Ал енді сабағымыздың оқылым мәтініне назар аударайық. Мұндағы кейіпкерлерге мінездеме беріңіздер. Кенжебектің күнделік жазуына не себеп болды деп ойлайсыңдар? Күнделік иесінің қалай өзгеріп келе жатқанын болжам жасаңдар. Әсеттің әрекетіне қарай оның қандай бала екенін болжаңдар. Жасөспірімдер арасында келіспеушіліктің жиі орын алуы себебі не? Самат сияқты балалардың басты кемшілігі қандай? Осы сұрақтарға мәтін бойынша жауап іздейміз. Кенжебектің күнделігі 29 тамыз. Бүгін Арқалық вокзалынан пойызға отырдым. Бағытым Астана қаласы. Қуанышымда шек жоқ. Ендеше осы күнге дейін тек теледидар көрген арман қала жол тартып барамын. Шіркін, тез жетіп, бәйтеректің ұшар басына көтерілер едім. Бірақ Арқалықтан алыстаған сайын туған ауылымды сағынып бара жатқандаймын. Кейде жүрегім шым ете қалады. Алыстаған сайын туған жердің қадірі арта түсетінін түсіне бастағандаймын. Енді Елордада оқитын боламын. Мектебім, сынып жетекшім, сыныптастарым қандай болар екен? Не де болса, туған ауылға, ондағы достарыма, Сәуле апайға ешкім, ештеңе жетпейді. Енді бәрін сағынатын болдым, бірақ каникулда барып тұрамын ғой. Бізбен көрші тұратын 8-ші Б сыныбындағы Әлияны қимай барамын. Ол да менің Астанада оқуымды құп көргенімен қимай қоштасты. Кетерімде әдемі қаламсап сыйға тартты. Осы күнделікті сол қаламмен жазып отырмын. Айтпақшы, күнделік жазуды алғаш бастадым. 16 қыркүйек. Мен үшін бүгін бір қызық жағдай болды. Әсет бүгін қолына татуировка жапсырып келіпті. Мұның не десек, мода ғой деп қарап тұр. Содан соң Ресей жұлдызы Тиматидің қолдарын, денесін көрмеп пе-едіңдер? Түгел сурет емес пе? Бұл нағыз сән деп қойды өзінше. Бірақ сынып жетекшіміз Әсеттің қолына жапсырған өнерін көріп қойып, сазайын тартты ғой сабазың. 18 қыркүйек.
Бүгін сыныптасым Саматпен төбелесіп қала жаздадым. Ол біреуді мазақ қылмаса тұра алмайды. Маған солақай, ұялсаңшы балақай деп өзінше ұйқастырып әбден зықымды шығарды. Сабыр сақтап өзімді салмақты ұстауға тырыстым. Өзім ауылдан жақында ғана келдім ғой, бірақ шыдамның да шегі бар емес пе? Содан оған мен солақай болсам, сен шошқасың деп айтып салдым. Балалар ду күлді. Самат маған жұдырық ала жүгірді. Балалар арашалап қалып, абырой болғанда төбелесе кеткен жоқпыз. Бұл да бір пәтшағар екен. Кекетіп мазақ қылуын қояр емес. Ал енді екінші мәтін бізде өмірдің кілті деп аталады. Осы мәтінмен және Кенжебектің жазған күнделігін салыстырып көреміз. Ал екінші мәтінге назар аударайық. Өмірдің кілті. Бір өнегелі де ақылды адам өмір сүріпті. Жұрттың бәрі осы парасатты жанмен ақылдасады екен. Жылдар өте келе сол ақылды адам қартаяды. 3 баласын шақырып алып, өмірдің кілті неде? Соны біліп келіңдер деп жібереді. Содан 3 жыл өткеннен кейін перзенттермен өз шаңырағында қайта кездесіпті. Ондағы мақсат өз сұрағына жауап алу. Үлкен ұлы: әке, өмірдің кілті жер жақынды шарлау екен. Осы 3 жыл ішінде қаншама жер көрдім. Адамның бар қуанышы, ел мен жерді танып, түйсігін арттыру екен ғой деп жауап беріпті. Ортаншы ұл: әке, өмірдің кілті байлықта екен. Байлығың болса, жұрт сені сыйлайды. Қараңызшы, қаншама асыл тастар таптым. Мұның бәрі байлық емес пе деп мақтаныпты. Кенже ұлына кезек келгенде, осы 3 жылдың ішінде жақсы адамдарды көп жолықтырдым. Оларды мен үшін қымбат екенін түсіндім. Перзент сүйдім, соның жауапкершілігін сезіндім. Әке, өмірдің кілті адамдардың қадірін біліп, ата-анаңды ардақтап, үлгілі ұрпақ өсіру екен. Менің осыған анық көзім жетті. Сен қанша бай, атақты болсаң да, ұрпағың өнегесіз болса, еткен еңбегінің бәрі зая кетеді, дейді. Ақылды әке кіші ұлының сөзіне разы болып, қара шаңырақтың иесі атандырыпты, өз мұрасын қалдырып, батасын берген екен. Жас өспірімдік шақта балалар тезірек ересек болуға ұмтылады. Осы пікірмен келісесіңдер ме? Өмірдің кілті неде деген сұрақты әкесі балаларына не үшін қойды деп ойлайсыңдар? Ал енді екі мәтінді салыстырып көрейік. Мәтіннің ұқсастығын, айырмашылығын тауып, Кенжебектің күнделігі мәтіннің және өмірдің кілті мәтіннің мақсаты, мазмұны, стилі, тілін анықтап жазамыз. Бізде келесі тапсырма: үзінді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Берілген үзіндіде адам жасының қай кезеңін суреттеген? Не себепті ақын жастықты осылай суреттеген? Тапсырма дескрипторы үзіндіні түсініп оқиды. Үзіндіде адам жасының қай кезеңін суреттегенін анықтайды. Не себепті бұлай суреттегенін анықтайды. Бұл өлең болатын. Келесі үшінші тапсырма: төменде мақалдардың ішінен бір-бірімен үйлесетін үшеуін таңдап алып, жинақы мәтін жоспарын жазыңдар. Бізде келесі кері байланыс тапсырмасы: елдің болашағы жастардың қолында деген тақырыпқа сұрау есімдіктерін қатыстырып, әңгіме құрастырып жазу. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.